Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін 5-ші бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын тоқталмақшымын. Бірінші тапсырмамыз бізде есеп шығару кезеңдерінің ретін жазыңдар дейді. Бізге барлық 6 кезең беріліп тұр екен, біз соны нөмірлеп шығуымыз керек. Біздегі ең бірінші кезең бұл мәселені қалыптастыру. Содан кейінгі екінші кезең бізде математикалық және ақпараттық модельдеу кезеңі болады. Үшінші, сол бойынша енді біз не істейміз? Алгоритмін құрамыз. Төртінші, алгоритм бойынша біз программасын құрамыз. Бесінші, сол құрған программаны істейміз, енді біз тексереміз, түзету, тестілеу әрекет жүргіземіз осы жерде. Арман қарай ең соңында нәтижелерді талдау орындалады. Келесі, белгілі бір әрекеттер тізбегін толық және нақты орындау үшін берілген нұсқау дейді. Бұл алгоритм. Үшінші сұрақ, алгоритм орындаушылары. Орындаушылары деген жерде біз білеміз, бірнеше жауап бар екенін. Бұл адам бола алады, алгоритм орындаушысы, машина болады және автоматты құрылғы бола алады. Келесі, төртінші сұрақ, алгоритм қасиеттерін сәйкестендіріңдер дейді. Енді біз сәйкестендіруіміз керек, мына жерде бір-біріне қосамыз. Бірінші, алгоритмнің қадамдарға бөлінуі. Бұл қандай қасиеті? Мен мәжге жазып отырсам. Бұл дискреттілігі, мәжге бір деп қойсам. Сол түсінікті шығықша. Екінші, алгоритмнің әрбір қадамы нақты, бір мәнді және белгілі әрекетті орындауға бағытталуы. Бұл анықтылығы. Екі кетті. Келесі, алгоритмнің соңғы қадамы қойылған есептің шешімін ұсынуы. Бұл енді уже аты айтып тұр, нәтижелік. Келесі, есепті шешу алгоритмі жалпы түрде болуы. Бұл жалпылық қасиеті. Ең соңғы қалып тұр бізге алгоритмнің әрбір қадамы орындаушы түсінікті болу. Бұл түсініктілік қасиеті. Бесінші сұрақ, алгоритмді әзірлеудің жолдарын көрсетіңдер дейді. Біз алгоритмді сөздік сипаттау түрінде бере аламыз, және графика түрінде бере аламыз, және арнайы белгілі алгоритмдік тілде ұсына аламыз. Алтыншы сұрақ, бос орынды толтырыңдар дейді. Алгоритм арқылы беріледі. Алгоритм не арқылы беріледі? Алгоритм бізде блок сызба арқылы беріледі, және арнайы сөздік сипаттау арқылы да алгоритмді ұсына аламыз. Солай деп қабылдауға болады шығар бұл жерді. Келесі, компьютер түсінетін командалар мен операторлардың тізбегі. Бұл енді программа. Компьютер түсінікті. 8. Программа жазуға арналған формалды таңбалық жүйе. Бұл программалау тілі. 9. Бізде енді сәйкестендір дейді. Тестілеу. Тестілеу бұл жерде программаны қандай да бір мәліметтер жиынында орындау процесі. Келесі, түзету. Программада қателер тауып, бұларды түзетуге бағытталған әрекет дейді. Бұлай болу керек. Келесі, синтаксистік қателер. Синтаксистік дегенде біз білеміз, мұны символдар және таңбалар тізбегіндегі қателер екендігін. Келесі, логикалық қателер. Бұл осылай болу керек. Келесі, 10. Бос орындарды толтырыңдар дейді. Программаны түзету мен тестілеудің негізгі міндеті программа ішіндегі синтаксистік және логикалық қателерді іздеп тауып, оларды түзету болып табылады. Аяқталды. Сонда біз мына жерде біріншідегі синтаксистік, екіншіге логикалық, мына жерге түзету деген сөзді қоятын боламыз. Міне біз бүгін 5-ші бөлім бойынша берілген тест тапсырмаларын тоқталдық. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, каналды қолдай отырыңыздар.